оқи алмай тұр екенсіз өксік жиналып. Тіпті мен ойладым, Короче, мен ең жақсы көретін магазинге келдім. Мына костюмді алайын десем, 212.700 дейді, 105.000 дейді, 300. Тоже сол екен, бәрі, короче, 300 мың тұрады екен парны. Короче, мынау ұнап қалды енді. Бірақ бағасы ассалаумағалейкум. Мен айына қанша теңге тауып кетті, чисто күнде киініп, күнде туда-сюда жүру үшін деп ойлаймын да кейде. Қара болып тұр, иә, кішкене дешевит. Просто желательно киінсеңіздер андай светлый киінген дұрыс та. Істеймін, кейбір адамдар темный киінген жақсы көреді, но светлый киінсе кішкене богаче көрінеді да. Мысалы, қазір мынаның басқа цветін кисем, сразу уже басқа қымбат екенін көрініп тұрды. Ана мен бір 250 емес, бір от силы 40 мың теңге деп тұр ғой қазір түрі, иә. Енді қазір міне тура сол басқа цвет, кішкене светлый да, уже кішкене басқаша тон береді да. Бағасына сай болып тұр. Қатты сай емес, 250 мың қымбат болсын, біз айта салайын негізі. Кейбір таныстарым бар, там миллионға тек куртка алып жатқандары бар ғой, енді бүйтіп құрап тұрса. Менде осының тура қарасы бар. Көк екен. Бағасы енді кішкене адам қошайтындай енді. 397.800 теңге. Доллар. Міне. Мен осыны бірінші эфирға киіп барған тұғым. Бірақ бұл ең күшті жері, мен бұны 60 тапта кие аламын да, міне. 60 тапта кие аласың, 60 тамайда кие аласың. 400 мың теңге. Шалбармен бірге қателеспесем 520 мың бар шыққан. Я $1000. Бірақ өзінің ақшасын ақтады. Мындай дерзко тұрады да, денеге. $195.000. Мына ойын жараса ма? Жарастырған сияқты. Милы болып тұр ма? Достар, мен дәл қазір үйге келдім, и, конечно же, бір пинкоға кіріп шығатын бар енді по-любому. Сухари жейміз. Типа қатып қалған нандарды мама алады да, короче, осылай. қатпаған нандарды да істейм ма? Жоқ, обычно тек қатып қалған нандардан мына ысырап болмасын деп. Қазір не істеп жатырсың? Мынау не намысы? Чайдың заваркасын. Төгем мусорға бай. Сонда атмосфера енді үйдеміз. Ай, осы хейдерларда жатпайды-ау. Енді костюм қарап жүрсе, қарап жүр. Осыны алатын кіші не болсын шама деп жазып. Апайлар күтіп тұр ғой сен. Қалай? Қайсысын таңдайсың, дос? Қайсысын? Өзі. Жастау маған қарай келе жатыр екен, иә? Жастау. Саған көрінген, көзіне түскен нәрсен бәрін жеп жатыр. Жұмыс істеп үлгеріп жатыр, молодец. Все, как я учил, ғой? Молодец. Қалайсыңдар? В общем, шаш алуға келдік. Мына жігіт как будто бір шаш алуға емес, бір бас алуға келген сияқты, бранжилет киіп алғанша. Артыңнан акасы бір кісен шығарып жатырсың қазір. Қалыпты? Әдеп. Оқи алмай тұр екенсіз өксік жиналып. Тіпті мен ойладым, Короче, мен ең жақсы көретін магазинге келдім. Мына костюмді алайын десем, 212.700 дейді, 105.000 дейді, 300. Қазір Меруертте осындай лонгсливтар күшті акция болып жатыр. 12 штугын мен бар жоғы 27.990 теңгеге алдым. Яғни каждый штугы 2330 теңгеден түсіп тұр. Мамама, сестренкама барлығымыз ауысып киеміз дедім. Ал негізі мен Алматыда бұндайда минимум 8.000-10.000 теңге алып жүргем. И то качествосы бұндай емес. Енді мынаның качествосы үстімнен ақ көріп тұрған шығарсыздар. Өте әдемі, сапалы, прям плотный материалда и ыстықтатпайды, жақсы. Сонысы маған қатты ұнады. Сіздер де өзіңізге алып қалғанын, мысалы 5.000 теңгесін сатып жесеңіздер болады. Мысалы 24.000 теңге пайда түседі сол кезде сіздерге. Немесе құрбыларыңызбен қосылып, мысалы 6 штуктан бөліп Достар, бүгін мен Алматыдан арнайы бір сестренкама подарок алып келдім. Білмеймін, осы подарокты көрген кезде бірден сестренкам есіме түсті да. Сосын осы кісіге берейін дедім. Енді бір өзіне керек заттар табылады. Осындай Рамадан Мокс, Миграж, KZ-тен. Аяна сестренкама. Аяна сестренкам менен 10 жас кішкентай. Жақында намаз оқып бастаған екен, соған ниеттеніп, осындай күшті бокс. Ашып көрсей? Есің қалағанша ашып көр. Сырты да әдемі екен.
асмр қылып жатсың ба деп. Сондай жүрегі нәзік біздің ерке қызымыз мен сияқты ол андай көп нәрсеге көңілі ренжіп қалып сондай осындай кітап бар екен. Енді бұл жерде жұбайлар құпиясы деген кітапта. Бірақ сен болашақта мысалы отбасы болып жатсаң, уже 5-6 жылда сен өмірінде жігіттер пайда болады. Сол кезде қандай жігіт таңдау керек, соның барлығын осы кітаптан жар таңдау деген сияқты барлығы сондай маңызды дүниелерді көре аласың. Ана жақта зам-зам су бар екен. Ну, типа, Дубайдан келген, иә? То есть Меккеден. Меккеден келген, иә. Сауд Арабия әмірліктерінен дей ма? Мына ажуа деген құрма. Тағып қой, сүннет бойынша ажуа құрмасын деген. Жаным. Потом киндер шоколад. Бұл шоколад негізі ерекше шоколад білесің ба? Мен өзім қосып қойдым. Бір кісі берген. Бәрін бөлісе жейсіңдер, иә? Бұл шоколад кім берді деп ойлайсың? Я последний кездескен кезінде сол берген. Мен шоколад қатты көп жемеймін. Содан екен сосын кішкентайлар жесіңдер. Камелоти бәрін жейсіңдер. Дракон, иә? Потом осындай зикоматик. Потом тағы да бір тәсбих болу керек еді. Өзің сияқты аппақ осындай. Менде уже таспихтердің түрі ол. Киген сайын әкеледі. Әртүрлі киімдермен тағып жүресің. Менде киімдерме байланысты. Мынандай әдемі еще мындай тәсбих бар екен. Нежный қолыңа салып, қалтаңа салып жүресің. Әдемі екен. Потом осындай прям күшті жайнамасы. Ана жақта зам-зам су бар екен сияқты. Көп нәрсенің бет ашылып, кішкене бір көңіл қалып қалған сияқты екі тараптың да. Достар, бүгін маған жоқ, салфетка емес, сімірейін деп отырмын. Себетің қайда? Себет мына жерде тұр. Мына қыздар не болды? Қазір берші. Так, здравствуйте. Вас не слышно? Как? Алло. Алло, слышно? У меня единицы заканчиваются. Можете быстрее сказать что-то? Короче, потом сыграем, потом пообщаемся. Аривидерчи. Слышь, какой? Қазір осыларға распаковка. Әдем. Енді бүйтіп ашасың ба? Дос, жай тұрсайшы енді былай ғой, не болса? Короче, прикольно. Я не знаю. Жоқ, путевка болғанда, ол путевка походу солардың несінен аласына деймін, жұмысқа ма деген нәрсе деймін. Уақыт жоқ, короче, бүйтіп нежданка кіріп қаламын, короче, осылай жолда кіргім келіп қалады, бір эмоциямен бөліскім келіп қалады. Сондай, короче, бізде чисто. Тәуежанның үш қасиеті сізге ұнаған дейді. Енді до конца барады деп ойлаймын сол қасиеті. Жамандамайды ешкімді. Сосын өте щедрый, андай біреуге жақсылық жасаған кезде есептеп тұрмайды да, мынау қайтама менен деп. Менен солай көрдім. Ішінде не бар екен білмеймін. Бірақ адамға тек жақсысын беруге тырысады. Үшінші заботливый деп ойлаймын. Жігіт басқа қызбен видеоға түсуі стрёмно емес. То есть норм деген ғой. Неге норм? Неге стрёмно? Просто видеоға түсуі ғой. Айтып қойса ше. Кімге? Қызға. Не деп? Айтып қойса норм. Сіз айтқан жоқсыз. Ну ладно.
кейін айттыңыз болғаннан кейін съемка. Стрёмно. Мысалы қыз бен жігіт сөйлесіп жүріп, сосын қыз мысалы, например, да, просто бір мектеп жаққа кетіп қалса, и сол жерде басқа жігіттермен суретке түскені, мысалы норм ба, стрёмно? Конечно, норм. Стрёмно. Норм ғой? Стрёмно. Ештеңке істемейді, просто суретке түседі. Обязательно бір істеу керек па не? Просто түспей қойса болады ғой, но обязательно бүйтіп афишировать етіп. Бір рет түскен жоқпыз еще. Ау? Бірнеше рет түстік біз. Ұят емес. Сіздер сияқты емес, беттен түсетін. Эфирде отырып, бір кісімен ұрсып алып, ол адаммен видеоға түсу. Норм. Стрём сияқты, бір ұрысқаннан кейін адам вообще араласпау керек қой. Біріншіден қарындас, стрём емес, стрёмно. Екіншіден ол норм. Енді это же просто работа. Ағатай өзім білем қалай айтсам да. Мысалы, жігіт пен қыздың арасында таныстық тоқтап, мысалы, жігіт или қыз кішкене настроениесі болмай, жаңбыр жауған кезде жаңбырдың астына барып жылаған. Норм ба, стрёмно. Тоқтағаннан кейін ба? Какая разница, жылаған деп жатырмын ғой именно. Нормально. Стрёмно. Басқа біреу көріп қалса ше. Жаңбырдың астында көрінбейтін жақта, иә? Енді любой жерде жылай алады, не только жаңбырдың астында. Жаңбыр жауып жатыр кетті. Қар жауатқан негізі. Иә, бір Гүлжанға енді осы бір видео әсер етті ау деймін. Бір Таиландта бір қара қызғың бетіне сүймегенде Зарина оны тастамас па еді, мүмкін. Қалай ойлайсыздар, құрметті оқырмандарым? Мен өзім солай Ол да деймін. мен еркелетіп, балаларымды еркелетіп, сондай отношения выстраивать еткім келеді да. Потому что маған кезінде, кішкентай кезімде не жетпеді, мен соны балаларыма беремін. Мен соны әйеліме беремін. Соны нәрсені мен наоборот. Поэтому мен даже үйленбей жүрмін, по идее. Бүйтіп қарасаң қыз көп, мог бы давно жениться, но я не хотел проебаться. Я не хочу үйленіп, потом ажырасып кеткенді, я не хочу. Поэтому мен четкий выбор істеу керекпін да, и 7000% уверен болып үйленемін, короче. Үйленгеннен кейін болып, до конца, короче. До конца. Понимаете? Зачем маған үйленіп, ажырасып, балам қалып, балама алимент төлеп, баламды көре алмай, сосын бывший әйелім басқа бір қызбен, басқа бір жігіттермен жүріп, сосын оны маған біреулер суретке түсіріп жіберіп, это же твоя жена деп, мен нервім ауырып, где мой сын, ты где гуляешь деп, зачем маған это надо, зачем? Главное нәрсе өмірде жүрекке спокойствие беретін адаммен, в гармонии. Просто мен көп сондай ситуацияларды көріп жатырмын да. И мен ойлаймын, мен сондай ситуацияларды көріп жатырмын, чтобы, как сказать, чтобы мен сол ошибкаларды қайталамай үшін. Мен ойлаймын, что каждый адам өмірінде сондай бір адамдар келеді, бір проблемасы болып жүрген, бір проблемный адамдар. И олар әңгімені айтады, брат, осындай болып жатыр деп айтқан кезде, мен ойлаймын, что Құдай оны специально образ алдым, на всякий случай. Соның шалбарлары. Қазір осы жерде бір апам бар, сол апама уже примерно 1 жыл ма болды. Тек осы ападан қысқартам заттарым бәрін. Бір жағынан күшті осы апаға ақша берген ұнайды еще. Кел. Осындай скромный жер. Опа. Осы жерде тұрып киінем обычно. Здравствуйте. Я купил брюки. Будем мерить? Угу. Я и так это полу сделала. Тогда все нормально. Скажите честно, уже қанша уақыт болды, я к вам сюда прихожу примерно? Не знаю, уже, наверное, года 2, не, 1,5 года, да? 1,5 года? 1,5 жыл, короче. Вас как зовут? Дина? Вот Дина апай. Өте мықты апай. Только не снимайте. Уже поздно, екі образ алдым. Молно деймін. Телефон қайтып ал, мен телефонда ренжіп жатыр екен. Ау? Телефонда ренжіп жатыр екен. Жоқ, телефоныңыз мен жақсы өріп тұр. Ай. Беріңізші, алғым келді. Тұра тұрсын да, жарайды. Жоқ, бере салыңыз болды. Достар, может тағы пицца жеймісің? Жоқ, жеп Сырмен. Тағы сыр заказ берейін ба? Отдельно сыр берейік та сыр. Отдельно сыр заказ берейік та? Пицца қып істеп берсін сыр. Хочешь? Керек емес. Телефонымды алайыншы просто. Жоқ. Неге? Сен телефон маған ұнап тұр. Ой, ана адамдар ұнап тұр ғой сізге. Қай адамдар? Ана адамдар. Қай адамдар? Отырған 5100 адам ұнап. О, сенің адамдарың ғой?
экөөңүздү көрүп аткан адамдар ғой. сен адамдар ғой, мен жай андай видео сразу же оборотчина туда-сюда тарап сөйтіп кеткен емес. Просто кеше адам сияқты айттық, съемкаға бара жатырмыз. И ол Шымкенттегі свадебный магазиннің рекламный ролигі болатын. Енді Шымкентте жүріп бізде ақша таппаймыз ба, бізде өмір сүрмейміз ба деген сияқты. Поэтому сөйтіп видеоға түсіп, просто отрывогын салып қойдым. Мен де білем ғой енді, не обсуждаться етілетінін. Специально салып қойдым. Көрейін дедім реакцияларын. Достар, киініп, боянып, студияға келдік. Мына жақта қатысушылар студияға кіріп бара жатыр. Сондай, мен де дайректте көп кеп жататын сұрақтың бірі. Бойыңда бар сенің Арива. Рахмет. Сол Тәужан мен детектор лжидағы видеоны сұрап жатады. Көбісі. Ол видео менде жоқ. Мен де тоже сіздермен көремін бұйырса. Бүгін, то есть последний күн, төлемдесіп үлгересіздер. 2500 теңгеге каналға кіре аласыздар. И заодно сіздер Тәужан барлық махаббатын қосқан, прям от души жасаған, каждый деталь жасаған кезде мана айтып отыратын, мынандай қостым деген сияқты. Сол машинаны ұтып аласыздар. Так что бүгін